Assalamu алейкум рахматуллахи баракатух. Бүгінгі біздің дәрісімізге қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен бірге Ғасыр сүресін талдап үйренетін боламыз. Және бұл Ғасыр сүресінің дұрыс оқылуы, жалпы қандай ережелері бар, соған тоқталатын боламыз. Ал енді бисмилля, дәрісімізді бастамас бұрын менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ал бисмилля, бастаймыз. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله екі созамыз, сосын бисмиллахир рыға түсеміз және де екі рыны шығарамыз. Бисмиллахир-рахманир, мына жерде де екі ры, рахманир-рахим. Уәл, мына жерде уасыл хамза ортасында оқылмай кетеді, ләмға түсеміз. Уәл-аср, мына жерде бізде ро-жуан оқылады. Уәл-аср. Нун шәддамен келіп тұр. Нунды мұрынмен ыңдап ұстаймыз, яғни ғұннамен. Иннәл, ләмға түсеміз. Иннәл, мына жерден естейміз, яғни нун бізде сукунмен келіп тұр. Хамзаны нунға қосамыз және де нунды синін махражына апарып жасырын оқимыз. Инсәні. Мына жерде кішкентай бізде алиф мансура, яғни созыл белгілесі тұр. Сә деп екіге созамыз. Сонда оқыған кезде иннәл инсәні ләфи екіге созамыз. Ләфи хусыр. Келесі илләл, ләмға түсеміз. Илләлләзина екіге созамыз. Илләлләзина сақаузына шығарамыз. Сосын әмәну екіге созамыз. Бұл жерде бізде мәт бәдәлі бар, яғни хамзадан кейін мәт әріпі келіп тұр. Сол себептен деп екіге созамыз. Мына жерде ну деп екіге созамыз. Мәт тобиғи. Әмәну уәамилус, сотқа түсеміз. Уәамилус, мұнда алиф ләм оқылмай кетеді бізде, өйткені бізде алиф ләмнен кейін шәмси әріпі келіп тұр. Сол себептен وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَا екі созамыз. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ қоф екі қыны шығарамыз. بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ соу біз сотқа түсеміз. соу біз собыр. Енді басынан бастап оқып көрейік. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Вәл-аср. Иннәл инсәнә ләфи хуср. Илля-лләзина аману ва-амилу ссалихати ва-тавасау бил-хаққи ва-тавасау bis-собр. Осымен бүгінгі біздің дәрісіміз бітті. Пайдалы болса өте қуаныштымын. Міндетті түрде менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз, себебі келесі дәрістен қалып қоясыз. Келесі кездескенше, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.